بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Мәбдәл қырағат дәрістерін жалғастырамыз. Ары қарай екінші томның 5-ші дәрісі әд-дәрсул хамис, тақырып манфаатул қираа, оқудың пайдасы. Жекеше сөздер әдеттегідей манфаатун пайда, зата лейлатин бір түні, истиададун дайындалу, истиадда ястаиду истиададун истиадда деген естігі шығады. Мәйлун қызығу, онта ықылас білдіру, тойюн деген мына жерде мағынасы жабу, ла будда міндетті түрде деген сөз. Мысалы ла будда минал қираа міндетті түрде оқу керек, ла будда минал зихаб бару керек деген сияқты. Ла будда минал тухул кіру керек, ла будда минал хуруж шығу керек. Тахлиятун қалдыру, қадаун деген өтеу, худусун деген оқиға болу, орын алу. Қадаун деген өтеу, қада яқди деген етістік шығады. Хадаса яхдусу деген етістік шығады. Худустан хатарун қауіп қатер. Таълиқун әлу, яғни аллақа юаллиқу таълиқан, аллақа деген жаңа бапқа түседі сарфтағы. Аллақа юаллиқу таълиқун әлу. Булуғун жету, инкисарун сыну, инкасара янкасиру деген етістік шығады. Ғарқун бату. Енді сөйлемдер. Жаласа рашидун зата лейлатин бил құрби минал мисбах. Бір түні, зата лейлатин, бір түні Рашид отырды бил құрби минал мисбах, шамның жанына, немесе шамнан жақын жерде отырды. Ва ахада ястаидду ли дурусихи. Және де ахада ястаидду дайындала бастады. Ахада ястаидду дайындала бастады. Ахада деген алу негізі. Бірақ ахада яктубу, ахада яқрау, ахада ястаидду, яғни ахада деген етістік келіп, одан кейін тағы да бір етістік келсе, мысалы, ол кезде бастады деген мағына. Дайындала бастады ли дурусихи, өзінің дәрістеріне. Ва кана ла юхиббул қираата. Және де ол қырағатты, оқуды жақсы көрмейтін еді. Ва ла ямилу илайха, оған қызықпайтын еді, анта ықыласы жоқ еді. Валакиннаху фа'аля залика хауфан минал жаза. Бірақ та ол істеді бұны, осы, яғни оқыды, яғни істеді осыны, яғни оқыды хауфан қорыққан күйде минал жаза. Жазадан қорыққан күйде осыны істеді, яғни жазадан қорыққан күйде оқыды. Жақсы көрмесе де оқыды, я. Ва бағда ан дараса қалилан. Аз уақыт, аз оқығаннан кейін, тауал китаба, кітапты жапты да, ва саала уммаху, өзінің анасынан сұрады. Қаилан, бұлай айтқан күйде анасынан сұрады. Лимаза ятаалламун насил қираата. Адамдар не үшін ятаалламу үйренеді, насу адамдар қираата қырағатты, яғни оқуда, неге оқуда адамдар не үшін үйренеді? Уамал манфаату минха, және де қандай, не пайдасы бар одан, оның не пайдасы бар деп сұрады. Уамал манфаату минха, одан не пайда деген мағына ғой. Фақалат лаху уммуху, сонда айтты оған оның анасы, ла будда минал қираати я ибни, ей балақайым, ла будда міндетті түрде оқу керек. Ла будда минал қираа, жаңа айтқандай, міндетті түрде оқу керек, ей балам. Ва манафиуха, және де оның пайдалары, манфаатун жекеше, манафиу ол көпше түрі. Ва манафиуха, оның пайдалары кәсиратун, өте көп. Ла та'рифуха, сен қазір оны сен білмейсің, әл-ән, қазір сен оның көп пайдаларын білмейсің, бірақ оқудың пайдалары көп дейді.
ары қарай. Қала я умми. Былай айтты дейді, анашым, халлини фил бейт, үйдің ішінде мені қалдыр, халлини, мені қалдыр үйдің ішінде, деп айтты дейді. Фа инни, шын негізінде мен, ләсту ухиббул мадрасата, медресені жақсы көрмеймін. Ләсту, ту ана, ләста сен. Бұрын сабақтарда бұны өткен болатынбыз. Ләсту, мен ләсту ухиббу, жақсы көрмеймін. Әл мадрасата, медресені, вәләл қираата, оқуды да жақсы көрмеймін дейді. Ва иза бақиту хуна, осында қалсам, егерде осында қалсам дейді, бала алға жалғастырып жатыр сөзін. Ақди ләки, әшғаләки, сенің шаруаларыңның барлығын сен үшін өтеп беремін. Уәлә асики әбәдә, ешқашан саған қарсы шықпаймын деп айтып жатыр. Яғни оқуға бармасам, осы үйдің ішінде сенің жұмыстарың бәрін істеп беремін, саған ешқашан қарсы шықпаймын, сөзіңді екі етпеймін деп жатыр. Айтқанда. Фақалат, сонда анасы айтты. Фақалат, соңында сукунды бар, та, әйел тегін білдіреді. Фақалат, оған айтты. Я ибни, балам, ей балам. Анасы айтты, ей балам деп айтты. Исма минни хикаята саби, менен естіші, бір сәби, бір жас кішкентай баланың оқиғасын, хикаясын. Әлләзи ләм ярифил қираата. Енді әлләзи деген орысша айтқандар который ғой. Яғни мағына былай ғой. Оқуды білмеген баланың оқиғасын менен естіші, тыңдашы, ей балам деп айтты дейді. Ва маза хадаса лаху. Және де оқуды білмеген, және де оған не болғанын тыңдашы дейді. Қос нүкте оқиға басталды. Кәна уәләдун саиран фит тариқ. Жолда кетіп бара жатқан бала бар еді. Фавасала иля нахрин, бір көлге жетті да, алейхи джисрун мин хашаб, ағаштан бөгеті бар көлге жетті. Нахрун, көл, өзен. Фавасала иля нахрин алейхи джисрун мин хашаб, ағаштан болған бөгеті бар көл, өзенге жетті да, ва ра'a амама аль-джисри, сол бөгеттің алдында көрді, лаухан муаллақан, ілініп тұрған тақтаны көрді. Мактубан алейхи, ода жазылған еді, ла та'бур аля хадал джисри, ода жазылған еді, өтпе осы бөгеттің үстінен, яғни аля деген үстінен ғой, осы бөгеттің үстінен өтпе деп жазылып тұрған еді. Фи хатар, өткені бұл жерде қауіп бар деп жазылып тұрған еді. Ары қарай. Фаламма қара әл-уәләду әл-кәләм әл-мәктуба, бала жазылып тұрған сөзді оқыған кезінде, ләм табур аль-джиср, бөгеттің үстінен өтпеді. Бәл сәра иля джисрин ахар, бәлкім ана жазылып тұрған қатері бар бөгеттің үстінен өтпеді, бәлкім басқа бөгетке қарай кетті дейді. Ва абара алейхи, және де оның үстінен өтті. Ва балағал маканал мақсуда сәлиман, өзі мақсат тұтылған мекенге жетті, сәлиман, аман есен. Аман есен күйде жетті, хал ғой. Аман есен күйде өзі қалаған, яғни мақсат тұтқан мекеніне жетті. Ва бағда зәлика, бұдан кейін жаа ғуламын ахар, басқа бала келді да, ла ярифил қираата, басқа бала келді, ол оқуды білмейтін еді. Фараал лаухал муаллақа, ілініп тұрған тақтаны көрді да, әлгі оқи алмайтын бала, екінші келген бала. Ва маша фихи, ілініп тұрған тақтаны көрді да, үстінен жаңағыдай оған мән бермей, яғни жаңағы ағаш бөгеттің үстінен өтіп кетті. Валамма балаға васат аль-джисри, бөгеттің ортасына жеткен кезінде, инкасара тахта риджлихи, оның аяғының астында сынып кетті дейді, сынды. Лаухун қадимун, ескі болған тақта,
аяғының астында сынып кетті да, фасақата финнахр, өзенге түсіп кетті да, вағариқа фильма, суға батып кетті әлгі бала дейді. Екінші оқи алмайтын бала. Яғни анасы бұл жерде оқи алсаң, жаңағы ілініп тұрған тақтаны оқып, оқуды білетін болсаң, ілініп тұрған тақтадағы сөздерді оқып, ол қауіпті екенін біліп, оның ішіне түспейтін еді деп жатыр да жаңағы баланы. Енді бұл оқиға енді былай бұрынғыдай кішкентай нелер жоқ, сөйлемдер. Ұзын оқиғалар келеді. Енді екінші томның орта жағынан, енді бас жағынан басталып жатыр ғой, 5-ші дәріс. Иншалла, Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Түсініп оқуда. Түсініксіз жерлерін сұрап жатарсыздар. Уа ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.